Қайырлы күн, біздің әлеуметтік желідегі оқырмандар. Қазақстанда тамыз айының 3-ші жексенбісі спорт күні болып бекітілген. Елде спорттың дамуына, спорттағы жетістіктерді ынталандыруға, бұқаралық спорт қозғалысын кеңейтуге бар жағдай жасалған. Қазақстан Республикасының дене шынықтыру мен спорт саласын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2023 жылғы 28 наурыздағы нөмір 251 қаулысымен бекітілді. Тұжырымдама бойынша бұқаралық спортты дамыту, ұлттық спорт түрлерін насихаттау, спорттық резерв даярлау, әлемдік спорт жарыстарына қатысу, халықаралық тәжірибеге жүгіну және дене шынықтыру мамандарын дайындау болып табылады. Жылда елімізде бокс, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, асық ату, көкпар, бәйге, теңге ілу, жамбы ату, құсбегілік сияқты спорт түрлері бойынша түрлі деңгейдегі жарыстар өткізіліп тұрады. Статистикалық деректерге сәйкес ұлттық спорт түрлерінің тұрақты дамуы байқалады. Әрі ұлттық спорт түрлерімен жүйелі түрде айналысатындар саны жыл сайын өсіп келеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылға қарай өңірлердегі елді мекендерді спорт нысандарымен толықтай қамтамасыз етіп, кемінде халықтың 35%-ын бұқаралық спортпен шұғылданатындай деңгейге жеткізу міндетін тапсырды. Осы кәсіби мереке қарсаңында дайындалған «Ұрпақ саулығы, ұлт саулығы» атты әдебиеттер шеруін көпшілік назарына ұсынамыз.